Бұл уақытта еліміз коронавирусқа қарсы күресті күшейтуде. Бас санитарлық дәрігер Жандарбек Бекшин қауіпті індеттен қорғану туралы арнайы қаулыға қол қойды. Құжат ертеңнен бастап күшіне енбек. Енді шетелден келген қазақстандықтар тексеру талаптарын орындамаса айыппұл төлейді. Әлемді дүрліктірген жұқпалы дертке қатысты соңғы жаңалықтармен әріптесім Қарлығаш Темірбайқызы бөліседі. Денсаулық сақтау министрлігі қауіпті індеттің алдын алуда шетелден келген азаматтарды 3 топқа бөліп қарастыруда. Біріншісі 6 ақпаннан бастап Қытайдан келгендер 14 күн стационарда карантинге жабылып, тағы 10 күн дәрігердің қарауында қалады. Екінші топ коронавирусты 10-нан астам адам жұқтырған елде болғандар. 2 апта үй карантинде, 10 күн дәрігер қадағалауында. Ал үшінші топқа аз науқас тіркелген елдерден келген азаматтар тұрғылықты жері бойынша 24 күн ақ халаттылардың бақылауында болады. Егер тексерілуден бас тартып, немесе үйдегі карантин режимін бұзған жағдайда айыппұл төлейді. Бұл шарттарды бұзған барлық азаматтар Қазақстан Республикасының әкімшілік кодексінің, құқық бұзу әкімшілік кодексінің 462 бабына сай жауапкершілікке тартылады, айыппұлдар белгіленеді. Егер бұндай құқық бұзушылық болса, оны әр жерде, тұрғылықты жерде өзінің жергілікті учаскелік дәрігерлерімен ішкі істер органдарының полиция өкілдері қадағалап отырады. Бұған дейін коронавирус жұқтырған Diamond Princess лайнерінде 4 қазақстандық бар екені туралы ақпарат тараған. Бүгін сыртқы істер министрі Мұхтар Тілеуберді олардың дертке шалдықпағанын, жақын арада елге қайтарылатынын айтты. Қаперде болса, Жапония жағалауында тұрған Diamond Princess лайнерінде бір адамнан коронавирус табылып, салдарынан кеме карантинге жабылған. Бүгін карантин уақыты аяқталып, жолаушыларды еліне қайтару жұмыстары басталды. Кемеде 50 елден 3700 жолаушы бар. 18 ақпандағы дерек бойынша круизде 540 адам ауруды жұқтырып үлгеріпті. Бүгіннен бастап лайнердегі пассажирлардың бәрі карантиннен шығып жерге түсірілетін болады. Жерде қосымша тестілер өткізілетін болады. Одан өтсе біздің азаматтарымыз жақын арада осы күндері отанға қайтарылады болады. Жалпы коронавирус кесірінен 2000-нан аса адам қайтыс болды. Дегенмен індет ошағы Хубей провинциясында вирус жұқтырғандар саны біртіндеп азайып келеді. Әлем бойынша 75 мыңға жуық адам жұқтырса, жазылып шыққаны 9 мыңнан асады. Қытайдан басқа 12 елде 110 адам вирус жұқтырған. Оның 99-ы Жапония кемесіне мініп саяхаттауға шыққандар. Қазіргі кезде Қытайдан басқа мемлекеттер үшін алаңдауға негіз жоқ. Мәселе шешімін тауып келеді деп елді жұбатқан ресми Бейжің сауда қатынастарын қалыпқа келтіруге тырысып жатыр. Бірақ Ресейдің премьер-министрі Қытай азаматтарына ел аумағына өтуіне тыйым салды. Ал Қытай билігі басқа елдерге залалын тигізбеу үшін жаңа аурухана және оқшаулау орталықтарын салып, хубейліктерді ешқайда шығармай жатыр. Қарлығаш Темірбайқызы, Марат Бейісов, Атамекен бизнес арнасы.